Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен өте оңай қазіргі таңда хит болып жатқан пирог дайындайтын боламын. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер, шаймен өте күшті кетеді. Барлық адам жасай алады. Керекті заттардың барлығын төменге описанияға қалдырып қойдым. Сол жерден грамын қарап жасасаңыздар болады. Ең алдымен мен видеода көрсетіп жатқандай ұнымызға майымызды салып, жақсылап осындай крошкалар дайындап аламыз. Осындай крошкаларымыз дайындалғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды, қантымызды, разрыхителімізді салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Міне менде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Соны осындай кішкентай оқтаудың көмегімен осылай жайып аламын. Осылай жайып алғаннан кейін формама орналастырамын. Менің формамның размері 22 диаметр. Осылай формаға салғаннан кейін жан-жағына осындай борчиктер шығаратын боламын. Маған қолмен жасаған өзіме ыңғайлы, сіздер вилканың көмегімен жасасаңыздар да болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасай беріңіздер. Міне менде осындай борчиктер дайындадым. Енді менде осындай дәндер бар. Сол дәндерді осының бетіне майдалап турап орналастырып шығатын боламын. Дәндер міндетті бір осындай дән қосу қажет деген жоқ. Үйлеріңізде қандай дән бар, сол дәнді қосып жасай берсеңіздер болады. Міне дәндердің барлығын осылай орналастырып шықтым. Енді осының бетіне сгущенкамызды құямыз. Бір құтыдағы сгущенканың барлығын құйып жіберсеңіз де болады. Ол кезде сіздің пирогтарыңыз қатты тәтті болып шығады. Мен осындай 100 грамдайын алып қалдым сгущенкадан. Өйткені маған қатты тәтті болудың қажеті жоқ. Осы дайын болған пирогымызды пешке 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Пирогты суығаннан кейін барып өз формасына шешетін боламыз. Міне менің пирогым дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығыңызға ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді, ауызда ери беретін пирог болып шығады. Сіздермен болған Карина. Баршаңызға ас болсын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.